Мұқаліп кезет медиа порталы ұсынады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Амма бa'д. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман қауым. Алланың қалауымен біздерге берекелі, мерекелі, қасиетті, қадірменді Рамазан айы келе жатыр. Біздер Алланың қалауымен осы Рамазан айының құрметіне түсіріліп отырған видео дәрістерімізді бастаймыз. Рамазан айы несімен қадірлі? Рамазан айының қадір қасиеті жайында Алла Тағала Құранда былай деп баяндайды. Бақара сүресінің 183 аятында: Астаъуду билля Я айюхалладина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алалладина мин қабликум лааллакум таттақун. Ей иман келтіргендер, сендердің алдыңдағыларға оразаны фарыз еткеніміздей, сендерге де оразаны фарыз еттік. Расында осы арқылы, ораза ұстау арқылы сендер күнәларынан сақтанып, тақуалыққа қол жеткізерсіңдер дейді. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Құр'ан худан линнас. Алла Тағала осы аятта Рамазан айын былай деп сипаттайды. Ол сондай Рамазан айы, ол айда қасиетті, адамдарды тура жолға салу үшін Құранды түсірдік дейді. Мұсылмандар үшін өте қадірлі болған Құран кәрімді Алла Тағала осы Рамазан айына бекерден бекер түсірген жоқ. Осы Құран түсу арқылы Рамазан айы өте қасиетті болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шәрифтерінде Рамазан айының қадір қасиеті жайында былай деп баяндайды. Рамазан айы кірген уақытта жәннаттың қақпаларының барлығы да ашылып, тозақ қақпаларының барлығы жабылады және бүкіл шайтандар кісенделеді. Алла Тағаладан тікелей түскен құдси хадисте Алла Тағала былай деп айтады: Менің құлымның жасаған құлшылық амалдарының барлығы өзі үшін, ал ораза басқалардан бөлек. Мен ішпеймін, жемеймін, адамдық сипаттардан адамын. Сол секілді адам да ораза ұстайтын болса, оның сауабын көп қылып өзім беремін. Яғни көптеген амалдарда, көптеген құлшылық ғибадаттарда періштелер сол сауаптарды жазып отырады. Алла Тағала Рамазан айындағы ораза сауабын періштелерге жазбаңдар. Оның сауабы өлшеусіз. Яғни шексіз сауаптарды мен өзім қалауымша беремін деп айтады. Және де тағы бір хадисте ораза ұстаушының екі қуанышы бар. Біріншісі ораза ұстап ауыз ашар кезде, екіншісі Раббысымен қауышқан кезде дейді. Умму Умара Аль-Ансари анамыз былай деп хадис жеткізеді. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менің үйіме келді дейді. Және де мен ол кісіге ас ұсындым, ол астан жеп жатып, маған сен де же деді. Сонда мен оразамын деп айттым. Сол сәтте пайғамбарымыз: расында басқалар тамақ жеп жатқанда, ораза ұстаушы үшін аузын ашқанға дейін періштелер жақсылық, игіліктер және де кешірім тілеп тұрады дейді. Исламның ғұлама ғалымдары мынандай бір мысал келтіреді. Үлкен қара жол, қараңғы түн. Осы түнде бірнеше адамдар бар, сол адамдарға осы қараңғы жолдан жүріп өтіңдерді бұйырады. Және әр адамға жеке-жеке қапшық береді. Жол бойы аяқтарыңа қандай да бір тастар ілінетін болса, кезігетін болса, сол тастарды алып қапшықтарыңа салып отырыңдар дейді. Жолға шығып кеткен адамдардың кейбірі сүрінген тастарын бұны жүк қылып не істейміз, онсыз да шаршап келеміз деп алмай тастап кетеді. Ал кейбіреулері арасында әлсін-әлсін қапшыққа салып отырады. Ал кейбіреуі аяқтарына кезіккен сүрінген тастардың барлығын қапшыққа салып отырады. Кейін таң атып жарық болғаннан кейін адамдарға айтады: енді қапшықтарыңа қараңдар. Сол кезде қапшықтарын ашып қараса, қапшықтың іші алтын, күміс, байлық, жақұт, маржан тастар екен. Аз алғандар осы сәтте қатты өкінеді. Неге көп алмадық екен деп. Ал көп алғандар Аллаға сансыз шүкірліктер айтады. Ал мүлдем алмағандар Аллаға қатты өкініш білдіреді. Рамазан айын осы бір мысалға теңестірсек болады. Рамазан айын қараңғы түн деп алсақ,
осы қараңғы түнде, осы Рамазан айында жасырынған өте көп байлық, жақұттар бар. Ол ораза, намаз, садақа, мейірім, бір-бірімізге жақсылық жасау. Осылардың барлығы да Рамазанның байлықтарынан. Кімде-кім осы байлықты алған болса, қиямет күні Алланың алдына барған сәтте аз алғандар неге көп алмадық екен деп өкініп, ал көп жасағандар, амалдарды көп алғандар Аллаға сансыз шүкірліктер айтады. Сондықтан осы Рамазан айындағы толған барлық байлықтарды қолымыздан келгенше алып қалуға тырысуымыз қажет. Мұсылман адамның жасаған дұға тілектерінің, құлшылық ғибадаттарының қабыл болатын бірнеше шарттары бар. Сол шарттардың бірі уақыт пен мезгіл. Яғни сіз дұға жасағанда, құлшылық жасағанда белгілі бір мезгілде айтылған, немесе бір мекенде жолығып қалатын болсаңыз, ұшырайтын болсаңыз, сіздің дұғаңыз қайтарусыз қабыл болады. Мысалы айталық, қажылықта жүрсеңіз, Арафат тауында тұрсаңыз, Қағба тастың қасында тұрсаңыз, жұма күні бір сағат бар, сол сағатқа ұшырап дұға қылсаңыз қайтарусыз қабыл болады деген секілді бірнеше мезгілдер мен мекендер бар. Бұлар мезгіл мен мекеннің кішкене ғана бөлшегі. Ал Рамазан айы ол кірген сәттен шыққанға дейін толық бір ай. Яғни түні бар, күндізі бар. Сіз қандай да бір кішкене болсын жақсы амал жасасаңыз, жақсы сөз айтсаңыз, Алла разылығы үшін деп ораза ұстасаңыз, мейірімге толы жақсы көңіл күйде жүріп, өзгелермен де жақсы қарым-қатынас жасайтын болсаңыз, сізге осы айда жасалған барлық жақсы амалдарыңыз үшін үлкен таудай сауаптар жазылатын болады. Және жасаған дұғаларыңыз да Рамазан айында қабыл болады. Рамазан айы тәрбие мектебі, тәрбиенің айы, яғни нәпсіні тәрбиелеу. Нәпсі дегеніміз адамның ішкі қалауы. Адам көп жағдайда ішкі қалауы жамандықты қалап жатады. Мысалы, басыңызға қандай да бір қиындық келетін болса, яки бір таңсық бір дүние келетін болса, біз әрдайым жамандықты бірінші ойлаймыз. Және де ішкі қалау көбіне ұйықтауды қалайды, көбіне көп тамақ ішуді қалайды, жаман сөздер айтқанда рахаттанады, біреуді сыртынан жамандап, біреуді сыртынан сөйлеп отқан кезде де іште рахаттанып отырады. Өйткені біздің жаратылысымыз солай. Біз көбіне нәпсіміз жамандыққа қарай шақырып жатады. Және де азғырушы, сыбырлаушы шайтандар да бізге жаман ой салып жатады. Міне осындай қалаудың, жаман ойлардың кесірінен көп жағдайда жамандыққа ұшырап жатамыз. Сіздің басты мақсатымыз осы Рамазан айында біздің нәпсімізді, ішкі қалауымызды жақсылыққа қарай тәрбиелеу. Құранда Алла тағала былай деп айтады: "Астағфиру билля, балил инсану аля нафсихи басира." Яғни әрбір адам баласы өз-өзін анық білуші. Яғни біздердің бойымызда қандай жаман амал бар екендігін, өзіңізге ұнамсыз, жек көрінішті көрінген, басқаларға жек көрінішті болып көруі мүмкін жаман амалдар. Мүмкін көп сөйлейсіз, пайдасыз сөздер айтасыз, боқтық сөздер айтып қоюыңыз мүмкін. Немесе темекі шегу, көпшілік біле бермейтін өзіңіздің жасырын құпия, жаман күнә амалдарыңыз болуы мүмкін. Егер сіз осы амалдардан құтылғыңыз кеп, жақсылыққа қарай ұмтылғыңыз келетін болса, сізде өте үлкен мүмкіндік пайда болды. Рамазан айы келді. Рамазан айы, міне осыны тәрбиелеуге келген өте керемет уақыт. Өйткені Рамазан айында адамның ішкі қалауы, нәпсісі оңай тәрбиеге көнеді. Сіз көптен бері ораза ұстауды ниет етіп жүрсіз. Немесе намаз оқуды ниет етіп жүрсіз. Яки жүрегіңізде бір исламның, иманның ләззатын сезгіңіз келеді. Аллаға жақын болғыңыз келеді. Алайда қорқасыз. Мысалы, біздің кейбірімізде мынандай түсінік бар. Намаз оқитын, ораза ұстайтын адам, Алла жолында жүрген адам, ол күнә атаулының барлығынан пәк болу керек, ада болу керек, әулие болу керек деп ойлаймыз. Ол расында ол солай ма? Әрине олай емес. Өйткені пайғамбарымыз, сахабалар сұрайды: "Я Алланың елшісі, мұсылман адам күнә жасай ма?" деп сұрағанда, "Я жасайды" деді. Ал мұсылман адам күнәлі сөз айта ма дегенде, "Я айтады" деді. Демек, мұсылман адам, намаз оқитын адам, ораза ұстайтын адам, Алла жолында жүрген адам да қателеседі, күнә жасайды. Бәлки әдейі ниеттеніп осы күнәні жасаймын деп жасауы мүмкін. Бәлкім бір басына түскен бір жағдайларға байланысты, әртүрлі ситуацияларға байланысты күнә жасап қателесіп қоюы мүмкін. Ал
намаз оқымайтын, ораза ұстамайтын, мүлдем бұларға қатысы жоқ адамның күнә жасауы бұл әлдеқайда қауіпті. Өйткені намаз оқымай, ораза ұстамай өліп кетер болсаңыз, сіздің қияметтегі жағдайыңыз өте ауыр. Өйткені намазсыз адам ол құлып тұрған есікті кілтсіз ашам дегенмен бірдей. Ал сіз, Алла тағала адам баласын күнәһар етіп жаратты, қателесуші етіп жаратты. Ал біздің Алланың жаратылысындағы біздің артықшылығымыз сол, біз жасаған күнәміз үшін кешірім сұраймыз, тәубе етеміз. Ал ол қалай сұралады? Әрине осындай оразамен, намаз оқумен, садақа берумен, жақсы амал жасаулармен біздің бұрынғы жасаған барлық күнәларымыз осылардың себебімен жуылып шайылып кетеді. Сол себептен де сіз еш нәрседен қорықпаңыз, тәуекел етіңіз. Алла тағала тәуекел етушілерді жақсы көреді. Қасиетті Рамазан айы келді. Осы Рамазанның қасиетін, берекетін пайдаланып, ораза ұстап бастаңыз, тәуекел етіңіз. Намаз оқып бастаңыз. Рамазан сабырлықтың айы. Ораза ұстаудағы сабырлық ол өте үлкен сабырлықтардың бірі. Сабырлық дегеніміз не? Сабырлық сөзін қалай түсінеміз? Ол бірнеше түрге бөлінеді. Құлшылықта сабырлық, басыңа қандай да бір қиындық келгендегі сабырлық. Мысалы, басыңызға қандай да бір қиындық келетін болса, кейіместен, Алла тағалаға қарсы сөздер айтпастан, сіз өз ішіңізде ойланумен, тафаккур жасау, ойланумен осылардың барлығында меңгеруіңіз керек. Ал құлшылық жасауда сабырлық дегеніміз не? Ол, мысалы, намаз оқуда сабырлық. Сіз намазға тұрған сәтте артық ойлардың барлығын алып тастау, тек Аллаға ғана, Алланың алдында тұрмын деп, өз-өзіңізді кейіпке келтіру, және де артық іс-қимылдардан сақтану, бұның барлығы да сабырлықты қажет етеді. Ал садақа беруде сабырлық. Мысалы, әрбір адам үшін өзінің қалтасынан біреуге ақша шығарып бөліп беру, Алла разылығы үшін деп садақа ету, бұл әрбір адамға оңай шаруа емес. Сол үшін де бұл жерде өте үлкен сауап бар. Яғни, сіз қалтаңызда бәлки аз ақша болуы мүмкін, бәлки көп болуы мүмкін. Сіздің беретініңіз аз болуы мүмкін, не көп болуы мүмкін. Сол жасаған амалыңызға қарай Алла тағала сауап береді. Ал сіз бұлай шығарып беру де, артынан бергеннен кейін өкініп қалмау, неге бердім екен деген секілді, бұның барлығы да сабырлықты қажет етеді. Ал ораза ұстауда сабырлық. Ораза ұстау бұл тек қана ішіп жеуден тыйылу емес, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Ораза дегеніміз ішіп жеуден тыйылу емес, бәлки жаман сөздерден, жаман іс-әрекеттерден де тыйылу дейді. Біз мысалы ораза ұстадық екен деп, азан таңнан кешке дейін ұйықтаумен өткізуіміз мүмкін. Ауыз ашсақ болды екен деп. Ораза ұстау деген осы екен деп. Қараңғы бөлмеге кіріп алып салқын жерде отыруымыз мүмкін. Яки кино көрумен, бос әңгімемен өткізуіміз мүмкін. Алайда бұндай амалдардан біздің ұстаған оразамыздың сауабы күлі көкке ұшуы мүмкін. Өйткені Рамазан айында барынша айтқанымыздай берекенің мол, бақтың айы болған себепті бұл жерде қандай бір кішкентай болса да жақсы амал жасауыңыз, бұл сізге оразаңыздың пайдалы болғандығының дәлелі. Мысалы, намаз оқуды ниет етіп жүрген болсаңыз, міне Рамазан айы келді. Рамазан айындағы осы ораза ауыз бекіткеннен күндіз бойына, мысалы, бос болсаңыз, міне намаз оқудың тәртіптерін, дұғаларын, сүрелерін жаттаңыз. Міне осыларды күнделікті практика жасап, қалай намаз оқу керек, қалай отырып тұру керек, барлығын үйреніңіз. Құран оқып білмесеңіз, міне Рамазан Құранның айы. Осы Рамазанда Құранды қалай оқу керек екендігін үйреніңіз. Құрметті мұсылман қауым, біз бұл мейірімді болу, Рамазан айында ізгілікке көп ұмтылу, ораза ұстау, сабырлы болу, намаз оқу деген секілді барлық қасиеттерді не үшін айтып жатырмыз? Бұл қасиеттердің барлығы жәннатқа кіретін жәннати адамдардың сипаттарынан. Алла тағала Райян қақпасынан тек ораза ұстаушыларды кіргізеді. Алла тағала Құранда айтады, сабырлыларды Алла жақсы көреді. Ал сабырлылар, олар жәннатқа кірушілердің ең көбі. Демек, Рамазан айы бұл тәрбиенің айы дейтін болсақ, осы жәннатқа кіретін адамның тәрбиеленуі
жәннатқа кіруіне себепкер болатын ай осы Рамазан айы. Алла тағала Рамазан айындағы ұстаған оразаларыңызды, құлшылықтарыңызды қабыл етсін.